қаймағын көрсете алмай жүрміз ғой. Қазақ деген ол тауда тұрса, тауда шет жүрсе жат жұртпен де көрші бола білген қазақ. Шет жүрсе. Тауда тұрса бұлтпен де көрші бола білген халық. Табиғатқа да сіңісе білген ғой. Қазақ деген ол кешегі біз, қазақ деген ол кешегі біз алтыннан киім тігіп киген сақтың ұрпағымыз ғой жігіттер. Керемет. Өкінішке орай қазір күмістен қасық жасай алмай жүрміз. Тазик жасай алмайсың. Қазақ деген аттың өзі айқайлап тұр ғой. Сол қазақты жамандама, қазақ бола. Халық қой қазақ деген азақ қана. Мәңгілік аясында жер бетінде қазақтың жанасыры қазақ қана. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, ол жанбаса лапылдап. Аспан қайтып ашылмақ. Сондықтан қазақ болу керек жігіттер. Әрбір қазақтың басында топы киіп отыр ғой. Қайран Айтекем. Қақиған ана қоқиған Европаның қалпағымен сен қазақ бола алмайсың. Қазақ деген еңсесі биік болып отыр керек қой. Кешегі Кенесары тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген. Тектінің үлгісіндей зәрежеміз Құнанбайды дәретсіз емізбеген. Атаның бойындағы тазалықтан Абай туды тектілік негізінен дейді ғой. Арыстанда Құнанбай, алысқанда Құнанбай. Осы сөздер бабамнан қалмай қойды тұмардай. Екі ғасыр өтсе де барша қазақ жабылып, ол Абайдай данышпан отырмын туа алмай. Иә, айдатқанда Құнанбай, иә, байлатқанда Құнанбай.